Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Асылай. Бүгін сіздермен өте ерекше рецептпен бөлісетін боламын. Үйде фарш жоқ болса да, гречкадан, яғни қарақұмықтан өте керемет котлет жасайтын боламыз. Қоспалардың барлығы қарапайым, үйде күнделікті қолданатын заттар. Міндетті түрде осы менің жасағанымдай қайталап істеп көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Ал онда бастаймыз. Ол үшін бізге қарақұмық, кептірілген нан, яғни сухари, укроп, пияз, сарымсақ, болгар бұрышы, сәбіз, майонез, қаймақ және де дәмдеуіштер қажет. Қоспалардың нақты мөлшерін описаниеден көре аласыздар. Ең алдымен кастрюльге тазалап жуылған қарақұмықты саламыз. Үстіне су құйып, қақпағын жауып, жай отта жұмсақ болғанша бұқтырамыз. Келесі пиязды төрт бұрыштап турап, сәбізді үккіштен өткізіп, сарымсақты пресстен өткіземіз. Мінекей біздің қарақұмығымыз осылай жұмсақ болып бұқтырылуы қажет. Енді қарақұмықты оттан алып, табаға 5 ас қасық сұйық май құйып қыздырамыз. Пиязды салып 5 минут қуырамыз. Үстіне сәбізді салып 5 минут қуырамыз. Сарымсақты салып тағы 15 минут қуырамыз. Қарақұмық суығаннан кейін үстіне 3 жұмыртқаны жарып саламыз. Алдын ала қуырылған қоспаны саламыз. Және де дәмдеуіштерді салып, кішкене араластырамыз. Енді осы қоспаны блендердің көмегімен біркелкі массаға келгенше жақсылап тұрып араластырамыз. Қолымызды сулап, котлеттің формасын жасаймыз. Мінекей достар, біздің котлеттер қуырылуға дайын. Менде 17 дана шықты. Келесі кептірілген нанды бөлек ыдысқа салып, котлеттерді осы нанның үстінде аунатамыз. Барлығын осылай аунатып, қызып тұрған майда екі жақ бетіне аударып, қызарғанша қуырамыз. Майды қатты қыздырып алыңыздар, өйткені котлеттің сырты қытырлақ болып, сондай ерекше болып шығады. Мінекей котлеттер өте керемет болып қызарып, қуырылып шықты. Майын жақсы сорғытып, майдан аламыз. Келесі кезекте соус жасаймыз. Ол үшін бізге қаймақ қажет. Қаймақтың үстіне 2 ас қасық майонез саламыз. Үстіне майдалап туралған 2 ас қасық укроп салып, жақсылап араластырамыз. Соусқа болгар бұрышында күштен өткізіп қоссаңыздар болады. Котлеттің үстіне соусты салып, жей берсеңіздер болады. Өте дәмді, керемет болып шықты. Осы рецептпен дайындап көріңіздер. Видеоның астына пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Видео ұнаса лайк басып, басқа да видеоларымды жіберіп алмас үшін каналыма міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Келесі кездескенше астарыңыз дәмді болсын.